Саламатсыздар ма 6 сынып оқушылары 1-ші тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмасының 1-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса 2-ші нұсқасы және жалпы нұсқасы каналында бар. Каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. 1-ші тапсырма мынадай пропорция берілген. Пропорциясы берілген болса x көбейтілген y мәнін табыңыз. Мұнда біз ортаңғы мүшелерін көбейтеміз. X-ке көбейтеміз y-ті, 50-ге көбейтеміз 4-ті. Сонда x-тің y-ге көбіндісі тең болады 200-ге. Екінші тапсырмада екі қаланың арасындағы ара қашықтығы 100 км, ал картада 5 см. Картаның масштабын табыңыз. Ол үшін оқушылар 100 км-ді сантиметрге айналдырамыз. Мұндағы сантиметрмен сәйкестендіріп, кило дегенде 3 нөл бар, метрде 100 сантиметр бар, сонда 5 нөл тіркейтін болсақ 10 миллион болады. 10 миллион сантиметр болады. Сонда біз 5-ті бөлеміз 10 миллионға. Он миллионда 7 нөл болады. Сонда мұндағы 5 пен 12-ге қысқарады. Мұнда 2 болады, мұнда 1 болады. Сонда 1-дің 2 миллионға қатынасы болады. Оқушылар, мұнда бөлшек сызық бар. Сонда жауабы оқушылар 1-дің 2 миллионға қатынасы болады. Ал енді 3-ші тапсырмада -9,1 саны мен -5,7 санының арасында жатқан барлық бүтін сандарды жазыңыз. Мұнда бізде -9,1-ден кейін -9 деген сан бар. Сонан соң -8, -7, -6 деген сан бар. Сонда мұндағы екі теріс сандардың арасында -9, -8, -7 және -6 деген сандар бар екен. Келесі 4-ші тапсырмада суреттердің қайсысы координаталық түзуге жатпайды. Оқушылар, координаталық түзу болу үшін онда сандар орналасу керек. Мұнда мінекей екінші түзуде сандар орналасқан және мінекей қақ ортасында 0, одан кейін 1 ары қарай кете береді. Оң жақ қарай осылай стрелка бағытталу керек. Мұнда да дәл сондай. Ал мұнда мінекей ешқандай сандар жоқ. Мұнда теріс бағытталған стрелкасы, мұнда сандар орналаспаған және ешқандай бағыты жоқ. Демек координаталық түзуге жатпайтыны 1, 3 және 5 болады. Ал енді оқушылар 5-ші тапсырмада А және Б нүктелерінің координаттарын жазыңыз. АБ кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Мұнда бізде А нүктесінің координатасы 0-ден кейін -1, -2. Б нүктесінің координатасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал енді АБ кесіндісінің ұзындығын табатын болсақ, модульдің астында -2-ден азайтамыз -7-ні. Мұнда модуль бар оқушылар. Сонда -9 болады, ол модульдің астынан 9 болып шығады. Енді келесі 6-ші тапсырмада бір елді мекенде 1200 адам тұрады. Олардың 70% мектепті бітіріп кеткен, ал қалғанның 25% әлі мектепке бармаған. Қанша адам мектепте оқиды? Оқушылар, мектепті бітіргенде санын табу үшін 1200-ді 70%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Сонда 840 болады. Ал мектеп бітіргенде санын табу үшін 1200-ден 840-ға азайтамыз. Сонда 360 болады. Енді осы 360-ды 100% деп аламыз да, жаңағы мектепке бармағандардың санын, яғни 25%-ның негізгі санын табамыз. Ол тең болады 90-ға. Ал енді мектепте оқитындар санын табу үшін мұндағы 360-дан 90-ды азайтамыз. Сонда 270 болады. Демек, мектепте оқитындардың саны 270-ге тең екен. Келесі 7-ші тапсырмада шеңбердің диаметрі 12-ге тең. Мұндағы пи жоқ шамамен 3-ге тең. Шеңбердің ұзындығын табыңыз, дөңгелектің ауданын табыңыз. Оқушылар, А тапсырмасы бойынша шеңбердің ұзындығын табамыз. Ол үшін 2-ні көбейтеміз пиге, көбейтеміз r-ге. Мұндағы r бізде белгісіз, яғни радиус белгісіз. Оны табу үшін диаметрді 2-ге бөлеміз. Диаметр бізде 12-ге тең, бөлеміз 2 тең болады 6-ға. Енді шеңбердің ұзындығын табатын болсақ, 2-ге көбейтеміз пи, көбейтілген r, негізгі формуласын жазып аламыз. 2 көбейтеміз пи бізде 3-ге тең,
радиус 6-ға тең болады 36-ға. Ал енді ауданын табатын болсақ, пи көбейтілген r квадрат деген формуланы қолданамыз. Пи бізде 3-ке тең, r 6-ға тең, квадраттаймыз, сонда 36-ны көбейтеміз, 3-ке тең болады 108-ге. Жауабы шеңбердің ұзындығы 36-ға тең, ал ауданы 108-ге тең. Ал енді келесі оқушылар, яғни соңғы тапсырмасы өрнектің мәнін табыңыз. Ең алдымен мұндағы жақшаны ішін орындаймыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. 5 пен 20-ның ортақ бөлімі 20 болады. Мұнда 4 беріледі. Мұнда 5 беріледі. 4-ке көбейтеміз, минус 1-ді минус 4 болады. Мұндағы 5 пен 1-ді көбейтсек 5 болады. Минус 3,16, минус 3,17. Екеуі бір-біріне азайтылады. Минус 0,1 болады. Минус 2,115-ның өзін аламыз. Тең болады. Мұнда 20-дан 1 шығады. 20-дан 1. Мұндағы 2 минус плюс болады. 0,1-дің өзін жасамыз. Минус 2,115. 1-ді 20-ға бөлеміз. 0,105 болады. Қосамыз 0,1-ді азайтамыз. 2,115-ті. Мұнда 0,105 пен 0,1-ді қосақ 0,115 болады. Минус 2,115. Таңбалар әртүрлі азайтылады, сонда минус 2 болады. Жауабы минус 2. Мінекей оқушылар, берілген 8 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып жазсаңдар болады. Сау болыңдар.